Қалайсыздар достар? Алғашқы сабақта біз курстан нәтиже шығару үшін оны қалай өту керектігі туралы айтатын боламыз. Кеттік. Курс аяқталған кезде екі типтегі адамдар болады. Біріншісі нәтижесі бар адам, және де екіншісі нәтижесі жоқ адам. Нәтижесі бар адам жарнама жасауды түсінді, алғашқы 50 мың, 70 мың теңге табысын тапты. Одан кейін 150 мың теңгелік табысқа, немесе 300, 400, 500 мың табысқа шығудың нақты жоспары бар. Нәтижесі жоқ адамда ештеңе түсінбеді, беріле салды, ақша таппады, сабақты толық көрмей жарты жолдан тастап кетті. Яғни нәтижелер осындай болады. Нәтиже шығару үшін не істеу керек? Ең алдымен курс соңына дейін өтіп шығу міндетті түрде. Түсініксіз жерлерін талдау. Егер де бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, сіздің ары қарай тағы да білім алуыңызға уже миыңыз қарсылық білдіре бастайды, сіз уже бір деңгейде тоқтап қаласыз. Барлық практикалық тапсырмаларды орындау, берілмеу және де курс өту барысында өзіңе шабыт жігер беріп отыру. Не себепті? Себебі шабыт ол 3 күндік, 1 күндік болуы мүмкін. Сол себепті әрдайым сен өз-өзіңе шабыт беріп отыру керек боласың. Бір қарағанда барлығы оңай көрінеді, бірақ олай емес. Мына 4 бағытта бізге көбірек жұмыс істеу керек болады. Ең біріншісі мақсаттарды анықтау. Нақты мен қандай мақсатпен қатысып отырмын, қандай мақсатқа жеткім келеді. Дұрыс үйренуді үйрену, қиындықтарға дұрыс көзқарастар қалыптастыру және жертва болуды доғару. Сіздің әрекеттеріңіз сіздің миыңызда болып жатқандардың нәтижесі. Сенімдер бар, сенімділік бар, табандылық, қорқыныш, мотивация барлығымызда бәрі бар. Мысалға, мен сенімсізбін деп сіз өзіңізді ойлап жүрсеңіз, сіз сенімсіз болсаңыз, сәйкесінше сіздің миыңызда еще сенімділік те бар, сенімділік те бар. Себебі жаңа ақ пен қара бірдей жүреді деген секілді. Просто сізге сол өзіңіздің сенімділігіңізді, табандылығыңызды дамыту керек болады. Біріншісі мақсаттарды анықтау, нақты санмен бекітілген және уақытпен шектелген мақсат қою. Тапқан табысыңызды қайда құртатыныңызды жазу, міндетті түрде не үшін оқып жатырмын деген сұраққа 10 жауап жазу. Егер соңына дейін бармасаңыз не болады, оған да жауап жазу керек болады. Нақты себеп болмаса, ми еш нәрсені үйренгісі келмейді. Екінші, қорқыныштар. 15-20 шақты нақты қорқыныштарды жазу керек болады, және де ол қорқыныштарға қарсы пікір жазу. Қорқыныштардан құтылмайынша сізде жағымды нәтиже күтуге болмайды. Үшіншісі, сенімдер. Қиналған сәтте күш беретін 15-20 шақты жігерлендіретін сөздер мен сөз тіркестерін жазып шығыңыз. Мысалға, менде енді мүмкін күлуіңіз мүмкін, мысалға Наруто деген секілді, Нарутода анимесіндегі мысалға цитаталар бар жазылып тұрған өзімде. Одан бөлек мысалға біздің алаш зиялыларының сөздері бар. Соның барлығы маған өзіме шабыт береді, жігер береді. Қиындықтар мен кедергілер әрқашанда болады, осы ойды миыңызға құюыңыз керек и соны қалыпты жағдай етуіңіз керек. Яғни бұл қалыпты жағдай, қиындықтар мен кедергі всегда болады. Просто мен оны айналып өтуім керек деген установканы құюыңыз керек. Сәтсіздіктерге қалай қарау керек? Ең негізгі бір моменттердің бірі, егер барлығы оңай болса, жоғары табыс табатын мүмкіндіктер болмайтын еді. Осы мүмкіндіктер үшін қиындықтарға алғыс айтамыз. Мысалға, барлығы миллион тауып кететін болса, миллион табу деген ол бір оңай нәрсе сияқты болып қалады. Мысалға, бір қол жуу секілді. Одан кейін, егер қолыңыздан келмей жатса, демек бір әрекетті дұрыс істемей тұрсыз. Қателікті табыңыз, оны жөндеңіз және тағы да бір әрекет жасаңыз, нәтиже шығады. Бір жерде, мысалға, көп адамдар менен именно таргет бойынша қалай нәтижеге жеттің деп сұрап жатқан кезде, мен просто өзімнің қателігімді көрдім, ол қателікті дұрыстадым, қайтадан алға қарай жүріп бастадым деп айтамын. И ол адамдар түсінбейді. Ол адамдардың ең басты проблемасы, олар бір проблемаға тірелді, мысалға там таргеттен бір ошибка шығып қалды. Там трафикпен реклама жіберіп жатыр, и ошибка шығып қалды. Болды, все, мен таргетолог болмаймын деді, кері қайтып кетті. Ал мен кері қайтқан жоқпын. И осы разница осы ғана. Сәтсіздіктерге ұрынған сайын тезірек өсесіз. Яғни барынша көп жаңағыдай ошибкалар, қателіктерге ұрынған кезде, одан кейін солардың сабақ алып, оны жөндегеннен ол өте үлкен сізге көмегін береді. Бұл әлемдегі адамдардың 95%-ның өмірі қызықсыз, реально қызықсыз. Себебі жертва менталитеті қалыптасып қалған. Жертва менталитеті және чемпион менталитеті. Ол не нәрсе? Жертва өзінде болып жатқан сәтсіздіктердің себебін басқа адамдардан, сыртқы жағдайлар мен оқиғалардан іздейді. Үкімет кінәлі, банальный нәрсе да, қарап тұрса, үкімет кінәлі деген. А на самом деле, мысалға, мен олай ойламаймын деп айтуыңыз мүмкін, бірақ подсознание сізге сондай нәрсе айтып отырады. Дәл қазір, мысалға, например, сіз таргетпен нәтижеге шығам, жақсы табысқа шығам деп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Біраз уақыт болған болуы мүмкін. Не себепті? Себебі сізде осы жертва менталитеті болуы мүмкін. Соның ішіндегі, мысалы, біреулерді кінәлау, одан бөлек тағы да
басқа адамдардың сөзіне еріп кету деген секілді. Чемпион өмірінде болып жатқан оқиғалар, нәтижелер 100% менің ойымда. Мысалы, жертва кезінде сізге біреу айтады: ой, жоқ, сен Ақтөбеденсің ғой? Жоқ, Ақтөбеден кәсіпкерлер шықпайды деген секілді мысалға. Сіз соған: Ақтөбе шықпайды, онда менен де шықпайды ғой деген секілді айтып жүре беруіңіз мүмкін. Мен мысал ретінде айтып отырмын. Яғни нақты Ақтөбе деп сіздерге кесіп айтып жатқан жоқ. Кеттік. Ешқашан жертва болма. Бұл сенің өміріңді толықтай құртуы мүмкін. Осы уақытқа дейін сіз курстарға қатысып, ортасынан тастап кеттіңіз. Сондай болуы мүмкін. Кітап оқуды бастап, аяқтамай қалдыңыз. Тренингтерде барып, жарты жолдан шығып қалдыңыз, мысалға. Ой, мынау лохотрон деген секілді. Кінә сізде емес, сізге дұрыс үйренуді үйретпеген. Яғни, біз дұрыс үйренуді тоже үйренуіміз керек. Үйренудегі ең бірінші қателік бұл тек теориялық білімді алып, практика жүзінде қолданбау. Егер сізге тек тамақ әзірлеу туралы үйрете беріп, бірақ қолыңызға кастрюль, қасық, азық түлік бермесе, сіз тамақ әзірлеуді үйренбейсіз. Сондықтан не істеу керек? Практика жасау керек. Мысалы, біз, например, мектепте еңбек сабағында бізге, мысалға, ағаш жону бойынша тек қана теориясын айта берсе, и практикаға келген кезде біз ештеңе жасамайтын болсақ, ертең, мысалы, например, үйімізде, басқа жерде, мысалға, немесе универде уже еңбек бойынша, например, бір нәрсе болса, сіз нақты ештеңе жасай алмайсыз. Не себеп? Себебі сіз практиканы жасамадыңыз. Ең бірінші қателік осы. Сондықтан үйренгенді бірден қолдану қажет. Екінші қателік бұл тым көп ақпаратты сіңіру. Жаңа нәрсені бірден барлығını үйренуден емес, шағыннан бастап қадам-қадаммен үйрену керек. Қазір ақпарат өте көп. Ақпарат заманы деп айтады, бірақ біздер сол заманға не істеуіміз керек, адаптация жасауымыз керек. Ақпарат көп болғандықтан ақпараттың ішінен ең керегін, сығындысын саралап, бөлектеп өзімізге несін ең қалай сөлін алуымыз керек. Ең керек деген ақпараттарды, и соны меңгеріп, игеріп, одан кейін практикада қолдану керек болады. Егер сіз бір нәрсені түсінбей отырсаңыз, демек сіз бір қадамда аттап өтіп кеткенсіз. Артқа қайту керек болады. Бір нәрсені түсінбей қалдыңыз, мысалға, көбіне таргеттен мынандай нәрсе. Сіз не істеп жатасыз? Таргет жасайын деп жатасыз. Таргет жасап жатасыз, трафикпен таргетті уже настройкалап, бәрін жаңағыда баннеріңізді жүктеп, и соңында келген опубликовать деген кезде, басқан кезде рекламаңыз кетпей қалды. Не себепті? Себебі сіз Facebook страницасында, мысалы, дұрыс бекітпедіңіз, мысалға, дұрыс оформление жасамадыңыз. Мысалға, Facebook страницада егер де там аватарканы қоймайтын болсаңыз, суретін, жаңағы логотипін қоймайтын болсаңыз, сіздің рекламаңыз таргетке кетпейді деген секілді. Яғни, сіз бір нәрсені аттап кетсеңіз, ары қарай келесі қадамда уже ол нәрсе, мына жақта қалып қойған нәрсе сізге алдыңызға қайтадан проблема болып шығады. Сол себепті барлығын қалдырмай, қадам-қадаммен жасау керек. Үйренудегі үшінші қателік түсініксіз сөздердің болуы. Адам түсініксіз сөзбен кездескен кезде ол үйренуін доғарады. Таргетте түсініксіз сөздер көп болуы мүмкін. Сіз таргетке ең бірінші келіп жатқан болуыңыз мүмкін. Сол себепті барынша бір түсініксіз сөз болды ма, Google-дан қарайсыз, түсініп аласыз, қазақшасын қарайсыз, немесе чаттан сұрайсыз, сол жерден барынша толығымен сізге ақпарат беріп, жаңағыдай любой сөздің то есть несін, мағынасын біліп алуыңыз керек болады. Егер сіз бір сөздің мағынасы жайлы күмәнданып тұрсаңыз, тоқтаңыз да сөздің мағынасын тексеріп алыңыз. Үйренуді жеңілдетудің жолдары. Бұл нәрселер өте қатты көмегін береді. Сабақтарды қараған кезде назарда қоятын артық заттардан арылу. Ол дейтін, үйде, мысалға, отбасыңыздың арасында болса, сәйкесінше телевизор қосылып тұруы мүмкін, немесе басқа нәрсе, біреу YouTube көріп жатуы мүмкін, телефонмен отырып, біреу TikTokта отыруы мүмкін деген секілді. Конспектлеу, сергек күйде қарау, бір отырғанда тек бір сабақты ғана көру. Не себепті? Себебі біздер өзіміздің деңгейіміз, мысалға, бізде толық 100% энергия болады. Басында, мысалы, таңертең тұрған кезде сіз 100% энергиямен тұрасыз, и одан кейін сол 100% энергияны 70%-ға дейін ғана түсіруіңіз керек. То есть 70% энергия сізде всегда күн сайын, күннің соңында 70% энергия қалу керек. Не себепті? Себебі 70%-дан уже төмен түсіп кететін болса, сәйкесінше сіздің жұмыс жасаудағы өнімділігіңіз өте төмендейді. Ол ары қарай сізге стресске, депрессияға, орысша айтқанда отторжениеға апарады. Одан кейін сіз вообще жұмыс жасағыңыз келмей қалады. Былайша айтқанда, выгорание деген нәрсе содан болады. 70%-ға түскенін, 70%-дан төмен түскенін деген секілді, оны қайдан білеміз? Оны біз жұмыс жасап жатқан кезде
барынша кәдімгі желаниемен шабытпен жасап жатамыз. Ең басында жұмысқа кіріскен кезде шабытпен жасап бастаймыз, и одан кейін бір моменттерде уже шаршау байқалады, уже жасағың келмей қалады. Сол моментте барлығын тоқтату керек болады. Тоқтату керек. Ол жерде там сіз жұмыс жасауыңыз мүмкін, там бір 3 сағат жұмыс жасауыңыз мүмкін, 4 сағат жұмыс жасауыңыз мүмкін. Одан кейін уже неңізді, басқа жұмыстардың барлығын қоясыз, и мүмкін келесі күнге қалдырасыз, немесе демалып, одан кейін қайтадан энергияңызды толтырасыз да, мысалы ұйықтап аласыз. Физикалық шаршауды спокойно толтыруға болады, а эмоционалдық шаршауды кішкене көңіл көтеріп, басқа нәрсе, музыка тыңдап, медитация жасап деген секілді энергияңызды толтырып аласыз да қайтадан жұмысқа кірісесіз. Яғни энергия дегеннен 70%-дан түсірмеу керек. Сол кезде любой нәрсені игеріп кету, меңгеру өте оңай болады. Енді сіздерге үй тапсырмасы: біріншіден курс бойынша мақсаттарыңызды анықтап жазасыз. Одан кейін қандай қорқыныштарыңыз бар, анықтап жазыңыз. Және бағана мен барлық жаңағыдай қорқынышты мақсаттарды айтып жатқан кезде тоже тапсырмалар болды. 15-20 қорқыныш деген секілді, соның барлығын орындау керек болады. Сау саламатта болыңыз. Келесі сабақта кездескенше.